Минустың құпиялары марафонын жалғастырайық. Қазір 8-ші сабақтың соңы. 8-ші сабағымыз аяқталмай қалған еді. Өте маңызды, ауқымды тақырып болғандықтан, оның жалғасын көріп жіберейік тағы да. Тағы да біраз мысалдар қарастырып жіберейік. Тақырып дәреженің есептеулеріндегі таңба мәселесі. Қазір нақты бірнеше мысалдар қарастырып өтейік. Бірінші, мынау А мысалы. Минус 16-ның 102-ші дәрежесі дейді. Бірінші, дәреженің негізіне қараймыз. Дәреженің негізі минус 16, яғни теріс сан. Бірден дәреженің көрсеткішіне қараймыз. Қалай деп қараймыз? Дәреженің көрсеткіші жұп па, тақ па деп қараймыз. 102 жұп сан. Егер дәреженің көрсеткіші жұп сан болатын болса, онда негізінің минусы плюс болып кетеді. Минус жойылады қысқасы. Олай болса, біз бұны бірден былай жазуымызға болады. 16-ның 102-ші дәрежесі. Бірден минус таңбасынан осылай құтылып алуға болады. Одан ары қарай еске түсетін нәрсе, 16 деген ол 2-ның 4 дәрежесі. Олай болса, 2-ның 4 дәрежесі деп жазамыз, оның 102-ші дәрежесі болады. Немесе 2-ның 408 дәрежесі болады. Бұл өте үлкен дәреже, оны ешкім есептеп қой деп талап етпейді. Ол есептің нәтижесі осы күйде, дәреже күйінде беріледі. Өте мүмкін маңызды да емес бір мәселені айтып өтейік. Кейде дәрежені жазғанда бір оқушылар дәрежені былай жазады. Міне 2-ның 4 дәрежесін мысалға да салайын. Соның 102-ші дәрежесі деп осылай жазады. Міне менің жазумен айырмашылығын қарасақ, мынау жазған дәрежеміз 3 қабатты болып кетті. Ал менің жазғаным 2 қабатты. Образ түрде айтқан кезде. Міне осылай жазу, бұл қате емес әрине, бірақ олай жазу міндетті де емес. Неге дәреженің көрсеткішін олай көтере беруіміз керек? Жоқ, көтеру міндетті емес ол. Сондықтан мұның орнына біз былай жазуымызға болады, және ол дұрыс қой деп ойлаймын. Яғни 2-ның 4 дәрежесінің тұсына жазуға болады, және осылай жазу керек негізі. Керек болса, мұны былай жазуға да болады. Жақшаны ашқан кезде 4-ші дәреже ол 102-ші дәрежеге көбейтіліп қалады. Бір қатарда тұрады және көбейте саламыз. Олай болса, ол 2-ның 408 дәрежесі болады. Тағы да айтамын, бұл мүмкін онша маңызды емес шығар, бірақ меніңше керек нәрсе. Келесі мысал, Б мысалы. Міне А мысалын қарастырдық, енді Б мысалы. Оны осының жанына орындайық. Бірінші байқайтын нәрсе, дәреженің негізі аралас бөлшек. Аралас бөлшекті міндетті түрде бірден бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Оны айналдырамыз қазір. Бірақ бізді қызықтыратыны таңба мәселесі. Дәреженің негізі теріс. Бірден дәреже көрсеткішіне қараймыз. Жұп па, тақ па деп. Дәреженің көрсеткіші 237, тақсан. Олай болса, дәреженің негізінің минусы сақталады. Минусты жақшаның алдына шығарып жібереміз. Енді мынау түсініксіздеу болып қалмау үшін, мен мына жерге жазайын. Бірінші аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырайын. Минус таңбасына оның ешқандай әсері жоқ. 34 болады. Минус 34-тен 15-тен 34 болады. Осы бөлшектің 237-ші дәрежесі. Міне осы жерден ары қарай жалғастырайын. Әлгі айтқанымыздай, дәреженің көрсеткіші тақ болғандықтан, минус таңбасын жақшаның алдына шығарып жібереміз. Жақшаның алдына шығарып жібереміз да, дәреженің негізі
10 болып қалады. Оны мен бірден жаза салмайын, біртіндеп көрсетіп істейін. Міне осындай түрге келеді. Тағы да айтамын, бөлшек негізді дәреженің көрсеткіші тақ болса, ал негіз теріс болса, онда негіздің минус таңбасын жақшаның алдына шығарып жібере саламыз. Болды, дәл осы қазір минус таңбасына мына 237 деген дәреженің ешқандай қатысы жоқ. Минус таңбасы дәрежеге бағынбайды, былайша айтқанда. Олай болса, ары қарай орындаған кезде ол минус таңбасын ойланбай бөлшектің алдына қойып қоя салуға болады. Ал енді бөлшек негіздің дәрежесі ол оның алым мен бөлімінің дәрежелер түрінде жазуға келеді. Яғни алымдағы 34-тің дәрежесі және бөліміндегі 15-тің дәрежесі деп жазуға болады. Тағы да бұл үлкен дәрежелер, оны дәл осы күйінде қалдыра саламыз. Немесе дәл осы соңғы жазу, міне, соңғы жазу. Бұл көзге жақсы көрінбейді енді былай қарағанда. Ал сондықтан айтып өтетін шығармыз, көбінесе нәтижеге мына жазу беріледі. Бұл жазу кейінгі жазуға қарағанда әлдеқайда жинақылау, әдемірек көрінеді. Оны білген жөн. Міне теріс негізді дәрежелерге 2 мысал жеткілікті ғой деп ойлаймын. Басқа тапсырмаларды әр оқушы өзі орындап жаттығып көруіне болады. Енді оң жақтағы мысалдардан да В мысалы дұрыс қой деймін. В мысалын қарастырайық. Бұл таза дәрежелерге берілген есеп, иә. Олай болса, бірден орындай берейік. В мысалы бөлшек сызығын сызамыз. Бірінші негізгі мақсатымыз таңбалар мәселесін шешіп алу. Оны әрқашан айтамын мен, бірінші таңбаны шешіп алу керек. Бірінші мәселе таңбаны шешіп алу. Келесі мәселе барлық дәрежені бірдей негізге келтіру керек. Ал ол дәрежелердің барлығы бір негізге келетіні көрініп тұрады. Жақсылап қарасақ, қарап отырмыз, барлық дәрежелердің негізі 3 негізге келеді екен. Оны есеп шығарып жүрген оқушы бірден бір көргеннен түсіне қояды. Міне осындай әрекет істейміз. Ал енді үлкен бөлшектерді біз алымынан сол жақтан бастаймыз. Алымынан сол жақтан кіретін болсақ есепке, минус 3-тің 9 дәрежесі тұр. Негізі теріс, көрсеткіші тақ. Минусты жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Минус 3-тің 9 дәрежесі. Болды, таңба мәселесі шешілді. Келесі, негізі 9 болып тұр, бірақ ол 3-тің квадраты. Ол ана квадратқа көбейтіледі, 3-тің 4 дәрежесі болады. 3 негізге өттік. Келесі дәреже 81, 3-тің 4 дәрежесі. Ол ана 3-ке көбейтіледі, 12 дәрежесі болады. Алымының барлығы бір негізге келді. Бөліміне өтеміз. Минус таңбасы ол дәрежеден тыс тұр. Өйткені минус 27 жақшада емес. Олай болса дәреженің бұл минусқа қатысы жоқ. Ал 27 ол 3-тің 3 дәрежесі. Ол анау 10 дәрежеге көрсетіледі, көбейтіледі, сонымен 30 дәрежесі болады. Минус 3-тің 30 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесіне. Бұл бірінші қадам. Келесі қадамда бөлшектің алым мен бөлімінде тек көбейту бөлулер болғандықтан, мына алдында тұрған 2 минус бір-біріне бөлінеді, плюс болып кетеді. Сонымен минус таңбасы жойылады. Ендігі мақсатымыз онда алымдағы дәрежелердің барлығын біріктіреміз. Біріктірген деген олардың негізі бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштері қосылады. 13, 25 болады. 3-тің 25 дәрежесі болады. Бөлімінде негіздері бірдей дәрежелер бөлініп тұр. Ондай кезде бөлінгіштің дәреже көрсеткішінен бөлгіштің дәреже көрсеткіші азайтылады. Олай болса 3-тің 25 дәрежесі болады.
Тағы да айтамын, минустан минусқа бөлген кезде плюс болып кетті. Енді дәрежелер бөлініп тұрған кезде, жаңа ғана айттық, дәл сол сияқты әрине негіздері бірдей болғанда. Бөлінгіштің дәрежесінен, яғни алымының дәрежесінен бөлімінің дәрежесін азайтамыз. Біз дәреженің қасиеттерін пайдаланып жатырмыз. Әрине бұл 3-тің 0 дәрежесі болады, яғни 1-ге тең болады. Міне таңба мәселесі дәреже есептерінде де өңшең осылай араласып бірге жүреді. Бірінші кезекте минус таңбасына үлкен құрметпен қарап, оған сергек қана қарап, өзінің жөнімен ғана амалдар қолдану керек. Ал енді басқа есептерді бұл жердегі тағы да айтамын, әрбір оқушы жаттығу жасап, өзі шығарып, орындап, мына мысалдарды көре отырып, үйреніп алуына болады. Келесі мысалдарға өтейік онда. Бұл мысалдардың ерекшелігі дәрежелердің теріс көрсеткіштері бар. Міне осы теріс көрсеткіштерге келгенде кейбір қателер жіберіледі міне. Сол қателерді қазір көріп, талдап өтіп, қайталанмайтындай етіп, пысықтап өтейік. Мен енді қазір бірден бір-екі мәселені айтып кетуіме болады, мына мысалдардан бұрын. Теріс дәрежелі есептерде менің есімде мынандай қателер бар. Мысалы, минус 2-нің айтайық, минус 3 дәрежесі болсын. Көріп тұрғанымыздай, минустар өте көп. Ал енді жақшаны ашқан кезде, мұны жақшаның сыртындағы минус таңбаларды өзгертеді ғой. Сол кезде кейбір оқушылар былай жазып жібереді. Негізінің алдындағы дәрежені плюсқа жібереді, көрсеткішінің алдындағы дәрежені плюсқа жібереді. Міне, қателердің бір ең қайталанып отыратын бір түрі осы міне. Жақсылап қарау керек, бұл әрине дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Ал енді дұрысын жазайық. Қайтадан жазып ала салайын. Минус 3 дәрежесі десек. Бірден қатаң түрде айтамыз. Дәреженің алдында тұрған минус. Дәреженің алдында тұрған минус. Бұл жерде сәл мен дұрыс жазбаппын, дұрыстап қояйын жазуымды. 2-нің минус 3 дәрежесінің жақшасы. Енді қайтып келейін жаңағы мәселеме. Егер дәреженің алдында жақшаның сыртында минус тұрса, ол минус дәреженің алдында тұрған минусқа көбейтіледі. Дәреже плюс болады, дұрыс. Міне. Мына минусқа көбейтіледі, плюс болады, дұрыс ол. Бірақ ол минустың көрсеткіштегі минусқа ешқандай қатысы жоқ. Осыны мақтап есте ұстау керек. Дәреженің көрсеткішінің таңбасына, дәреженің алдындағы таңбаның ешқандай әсері де жоқ, қатысы да жоқ. Міне осыған өте жақсы мән беру керек. Кейде мынандай есеп болады. Мысалы, минус 4 көбейтілген, жақшаның ішінде болсын, 3-тің минус 1 дәрежесі, мына жерде плюс болсын мейлі, 5-тің минус 2, 3 дәрежесі бола қойсын мақұл. Жақша жабылған. Міне жақшаны ашайық. Алдыңғы мысалда айтқандай, енді таңбаны өте сақтықпен абайлап, өзінің жөнімен пайдаланайық. 4-тің алдындағы минус таңбасы бірінші дәреженің алдында плюсқа көбейтіледі, минусты береді.
Сонымен 4 көбейту 3-тің минус 1 дәрежесіне. Міне көріп тұрғанымыздай 3-тің минус 1 дәрежесі сол күйінде жазылады. Минус таңбасы сол күйінде қалады енді. Келесі 4-тің алдындағы минуспен 5-тің алдындағы плюс 2 көбейтілгенде минусты береді. Және 4-ті 5-тің минус 3 дәрежесіне көбейтеміз. Тағы да көріп тұрмыз, 5-тің минус 3 дәрежесі сол күйінде қалды. Мұны осы күйінде қалдырамыз мұны. Осы жерде тағы да бір көптеген оқушылардың жіберетін өте бір жақсы көрінбейтін көзге қатесі бар. Сол қатені айта кетейін. Ол енді таңбаға қатысты емес, сонда да болса айтып кетейін. Мысалы бұлай болып тұр. 4 көбейтілген 5-тің минус 3 дәрежесі деп тұр. Міне дәреженің қарапайым қасиеттерін түсінбеген оқушы осы жағдайды өте бүлдіріп жібереді. Алатта 4 санын дәреженің негізі 5-ке бірден көбейтіп кеп жібереді. Сөйтеді 20-ның минус 3 дәрежесі деп жазып жібереді. Бұл енді масқарашылық енді бұл енді. Бұл масқарашылық. Бұл енді еш жөнге келмейді. Мұндай тірлікті істемеу керек. Айтып өтейік, сонда да болса. Дәреженің алдындағы сан ол коэффициент. Коэффициент деген көбейткіш. Дәреженің алдындағы коэффициентті дәреженің негізіне тікелей көбейтуге де болмайды, бөлуге де болмайды, қосып азайтуға да болмайды. Ал неге дегенде дәреженің негізі деген, ол бір жабық жерде сейфтің ішінде ме сақтаулы тұрған бір жабық жерде тұрған нәрсе деген сияқты мағынада. Олай болса оған сырттан келген басқа бір санды ешқандай көбейтуге де болмайды, бөлуге де болмайды, қосып азайтуға да болмайды. Міне осыны кейбір оқушылар түсінбей қалады. Мен мұндай жағдайды өте көп көрдім оқушылардан. Сондықтан ескертіп өтейін. Келесі мәселе. Мынандай сұрақ туындайды онда. Мысалы, міне 5-тің минус 2 дәрежесі берілді дейік. Дәреженің көрсеткіші теріс болса, бәрібір сол минусты қалай плюске өзгертуге болады деген сұрақ туындайды. Бола ма өзі дәреженің көрсеткішінің минус таңбасын плюсқа өзгертуге бола ма деген сұраққа жауап берейік. Болады ие. Міне соны көре кетейік. Дәреженің теріс көрсеткішін оң дәрежеге айналдыруға болады. Ол үшін бөлшек сызығын сызу керек. Және бөлшектің алымында 1 болады. Ал бөлімінде берілген дәреже, бірақ көрсеткіші оң түрде жазылу керек. Міне қысқасы. Бұны жалпы түрде жазатын болсақ, бізде мынандай формула бар. А-ның минус n дәрежесі, яғни кез келген санның теріс кез келген дәрежесі болса, оны оң дәрежеге айналдыру үшін бөлшек түріне өту керек. Сонда теріс дәреже оң дәрежеге айналып кетеді. Міне, теріс көрсеткішті дәрежені оң көрсеткішті дәрежеге айналдырудың бір амалы, міне осы дәреженің қасиетін пайдалану керек. Әрине, бұл формуланы керісінше қолдануға да болады. Егер бір бөлшектің бөлімінде дәреже берілген болса, оң көрсеткішті дәреже берілсе, біз бөлшек жазғымыз келмеді дейік. Олай болса, бөлшектен құтылу үшін осы дәрежені теріс дәреже арқылы жазуға болады. Міне 2-ның минус 4 дәрежесі деп жазуға болады. Ол кезде біз бөлшектен құтыламыз да бөлшексіз дәрежеге өтіп кетеміз. Бірақ соның есебінен дәреже көрсеткіші теріс болады. Яғни, ортада жазылған дәреженің қасиетін солдан оңға қарайда, оңнан солға қарайда қолдануға болады деген сөз.
Міне негізгі мақсатымыз теріс дәрежені қалай оң дәрежеге айналдыруға болады деген сұраққа жауап бердік. Тағы бір теріс көрсеткіштен оң көрсеткішке өтудің амалы бар. Соны көрсетіп өтейік. Мысалы, 2-нің -7 дәрежесінің -5 дәрежесі. Міне көріп тұрғанымыздай дәреженің көрсеткіші теріс -7, бірақ дәреженің дәрежесі де теріс. Дәл осындай жағдайда дәреженің қасиеті бойынша дәреже көрсеткіштер көбейтіле салады. Сонда минус пен минус көбейтілгенде плюс болады, 7-ні 5-ке көбейткенде 35 болады да. Міне тағы да теріс көрсеткіштерден оң көрсеткішке өту мүмкіндігі болды. Ал енді қандай дәреженің қандай қасиетін қолдандық дегенде, онда жазып қояйық. Дәреженің бұл қасиетін дәреженің дәрежесі деп айтсақ болады. Дәреженің дәрежесі. Дәреженің дәрежесі берілсе, онда оның дәреже көрсеткіштері көбейтіле салады. Ал енді дәреже көрсеткіштерінің екеуі де теріс болса, нәтижеде біз оң көрсеткіште дәреже аламыз. Міне теріс көрсеткіштерден оң таңбалы көрсеткішке өтудің тағы бір осындай жолы бар. Енді бір-екі мысалды қарастырып өтейік. 4-ші мысалды қарастырайық. 6-ші мысал және 8-ші мысал бола қойсын. 4-ші мысал. Қазір ғана айтқанымыздай бірден істей салайық. 5-тің -2 дәрежесі -1 дәрежеге көбейтіледі, плюс 2 дәрежесі болады болды. Түсіндіріп жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. 6-шы есеп. 2 дәреженің негіздері бірдей және бөлініп тұр. Ондай жағдайда негізін жазамызда бөлінгіштің дәреже көрсеткішінен бөлгіштің дәреже көрсеткішін азайтамыз. Яғни -3-ті азайтамыз. Олай болса, 10-ның 0-ді жазбай қоямыз, минус пен минус көбейтілгенде плюс болады да, 10-ның 3 дәрежесі болады. Әрине бұл кішкентай дәреже болғандықтан, мұны 1000 деп жазып қоюға болады, ал 5-тің 2 дәрежесін 25-ке жеткізіп қоюға болады. Ал үлкен дәрежелерді сол үйінде қалдыра саламыз. Және 8-ші мысал. Бірінші мақсатымыз жақшаны ашып алу. 3-тің -6 дәрежесін өзін қалдырамыз міне. Мына 8-ші мысалды қарастырып тұрмыз. Келесі дәреже қалай болады дегенде, ол дәреженің дәрежесі. Олай болса, дәреженің қасиеті бойынша көрсеткіштерін көбейте салсақ, плюс 8 болады. Бұл бірінші қадам. Келесі қадам, 2 негіздері бірдей дәрежелер көбейтіп тұрса, олардың көрсеткіштері қосылады. -6-ға 8-ді қосамыз. Немесе 3-тің 2 дәрежесі болады. Әрине бұл 9. Міне осы мысалдардан көріп, алдымызда басқа есептерді еркін түрде қатесіз орындауға болады деп ойлаймын. Осымен аяқтайық.